Білесіздер, адам баласының қанында шайтанның несібесі деген дүние бар. Шайтанның несібесі деген нәрсе не ол? Адам баласында шайтанның, яғни адам баласының ішкі жан дүниесіне шайтан араласа алады. Бізге түрлі ой салалады, түрлі идея салалады. Яғни бізге келетін ойлар екі түрлі, үш түрлі болады. Не шайтаннан болады, не Аллахтан болады, не болмаса, яғни Аллахтан болғанда жақсы ойлар, жалпы айтқан кезде, не болмаса адам баласының өзінің нәпсі ойлайтын дүниелер. Жалпы айтқан кезде адамның ішкі жан дүниесіне, адамның ойлауына не араласалады? Шайтан араласалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 4 жасы кезінде Аллах тағала оның осы қанынан, оның денесінен шайтанның несібесін неғып тастайды? Алып тастайды. Бұл оқиға Халима анамыздың үйінде 4 жасының ол жақ бұл жақ кезінде екі кісі келіп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды жатқызып, көкірегін кесіп, бір ыдыспен алып келіп, ішіндегі кейбір нәрселерді алып тастап, ішін сонымен не қылды дейді? Тазалап жуды дейді да, кейін қайтадан жатқызып, сол ортасындағы көкірегін қайтадан жауып қойды дейді. Біз ойлаймыз ғана, көкірегін жару дегенде әшейін бір оймен ба, бір нәрсемен болды деген шығар, немесе бір рухы солай істелді деп ойлауыңыз жоқ. Кәдімгідей адамның денесі, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көкірегі кәдімгідей операция жасалынған сияқты жасалынып, оның ішіндегі шайтанның несібесі болған, жүрегіндегі шайтанның несібесі болған дүние неғып тасталынған, тасталынған. Ол деген сөз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ойына шайтан не сала алмайды? Ой сала алмайды. Аллах тағала осылай не қылған? Болашақ пайғамбарды осылайынан дайындаған. Бұны көрген Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жанындағы жүрген пайғамбарымыздың бауырлары жүгіріп барып кімге айтады? Халима анамызға айтады. Жүгіріп барады, анасына барып айтады, анау Мұхаммедті екі кісі ұстап алып өлтірді дейді. Неге? Өйткені кәдімгі жатқызып алып көкірегін жарған, көкірегінің ішінен бір нәрселерді алып атқанын көрген кезде аналар қорқып кетеді дағыны барып анасына барып айтады. Анасы да қорқып кетіп қайтып жүгіріп келсе, Мұхаммед не қылған? Еш нәрсе болмағандай ойнап жүрген болады. Бірақ көкірегінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол жарылғанның несі болған? Оның ізі болған. Оны көрген Халима анамыз не қылады? Қорқып кетеді дағыны, жоқ, бұлай болмайды, бұл бос бала емес, бұл бекер бір бала емес. Өйткені бұл келгеннен бастап біздер өмірде көрмеген нәрселерді көріп жатырмыз. Ал мынау біз көрген нәрселердің ішіндегі ең бір үлкен дүниесі, қорқынышты дүниесі. Мен ертарақ бұны анасына тапсырмасам болмайды деп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 4 жасында қайтадан Халима анамыз кімге апарып тастайды? Өзінің анасы Амина анамызға апарып тастайды. Осылайша Халима анамыздың үйінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не қылған екен? 4 жыл бойы өмір сүрген. Бұл өмір сүрген уақытында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға алдынан пайғамбарлық келу жұмыстары басталған. Яғни өмірде ең соңғы пайғамбарға дайындықтар басталған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Амина анамыздың қолына қайтадан тапсырылады. Амина анамыз оны қайтадан өзінің алдына алып, Амина анамыздың алдында өмір сүреді. Арадан 2 жыл өткеннен кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды алып, Амина анамыз кімнің? Өзінің әкесінің, яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әкесінің нағашы жұртына қарай, қайда қарай? Ясрибке қарай жолға шығады. Мәдина, қазіргі таңдағы Мәдина, бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әкесінің несі? Нағашы жұрты. Сол жақ қарай не қылады? Жолға шығарады. Және сонымен бірге әрі нағашы жұртына қарай жолға шығады, әрі сол өзінің күйеуі, өзінің әкесінің қабірін бір зиярат қылуға не қылады? Жолға шығады. Өкінішке орай, сол жаққа барып, зияратын қылып, жолдан қайтып келе жатқан кезде, Амина анамыз жолда қатты сырқаттанаттағаны, міне сол жолда не қылады? Сол жолда қайтыс болады. Осылайша Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жасы 6 жасқа келген кезде кімнен айырылады? Өзінің анасынан айырылады. Анасынан айырылған кезде жасы 6 жаста болып, кейін бұл кісіні өзінің тәрбиелігіне кім алады? Бағанағы Умму Айман анамыз алады. Яғни әйел кісі ретінде Умму Айман қарайды, және ол кімнің қолында өмір сүреді енді? Өзінің атасы Абдул-Мутталибтің қолында өмір сүреді. Абдул-Мутталибтің үйінде, яғни кішкентай бала болғаннан кейін оған бір әйел кісі керек қой қарайтын. Кім қарайды оны кішкентай кезінен? Умму Айман анамыз қарайды. Туылған кезде басында болған, Амина анамыздың алдында кезінде басында болған, Амина анамыз қайтыс болғаннан кейін де аналық ретінде ана болған кісі болған кім екен? Умму Айман анамыз болады. Сол үшін де дінімізде, шариғатта, ислам әлемінде Умму Айман анамыздың орны өте ерекше. Халифа болған Абу Бакрлар да, Омарлар да әрдайым осы Умму Айман анамыздың жағдайын
барып сұрап, әрдайым оның не көңіл күйін барып не қылып отыратын болған, жағдайын сұрап отыратын болған екен. Абдул-Мутталибтің үйінде не қылады? Өмір сүреді. Және Абдул-Мутталиб ол өзінің бала шағаларының ішінде, және өзінің немерелерінің ішінде бұл кімді? Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды, кішкентай Мұхаммедті өте ерекше жақсы көрген, өте ерекше қастерлеген, өте ерекше не қылған, бұл кісіні бағалаған. Бірақ өкінішке орай ол кісі де ұзақ өмір сүрместен Абдул-Мутталиб та не қылады? Қайтыс болады. Сөйтеді дағаны бұны өзінің балдарының ішінде кімге қалдырып кетеді? Абу Талибке қалдырып кетеді. Абу Талиб, Абдул-Мутталиб атасы. Абу Талиб бұл кім? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көкесі, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әкесінің ағасы. Неге Абдул-Мутталиб баласын Абу Талибке тастап кетеді? Кімді? Мұхаммедті. Өйткені Абу Талиб басқа балдарынан балдары көп перзенті болады. Өзі бай емес, бірақ не? Балдары көп. Балдары көп болғаннан кейін бұл мейірімділеу болады. Өзіңіз білесіз, кім перзенті көп болатын болса, ол басқаларды перзенті аз адамдар қарағанда нелеу келеді, ол мейірімді келеді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды өте қатты жақсы көреді. Осылайша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не қылады? Кімнің алдында? Абу Талибтің алдында қалып қояды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Талибтің қолында қалған кезде Абу Талиб саудамен айналысатын болады. Саудамен айналысатын болып, және оның кішкентай мал шаруашылығы бар, сауда шаруашылығы бар. Міне сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды кішкентай кезде, бұл кезде 8-9 жасқа келіп қалған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды неге үйрете бастайды? Өмірлік тіршілікке үйрете бастайды. Саудаға алып барады, жаңағындай мал шаруашылығына алып барады. Міне сол саудаға алып баратынның бір жолы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 12 жасқа толған кезде, Абу Талиб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды өзімен бірге қайда қарай? Өзімен бірге Шам өлкесіне қарай саудаға алып кетеді. Шам өлкесі ол кезде кімнің қолында дедік? Византиялықтардың қолында. Шам өлкесі ол кезде яғни римдіктердің қолында. Ол деген сөз қай дінмен өмір сүретін халықтардың қолында? Христиандар мен яһудилердің қолында. Шам деген бұл, оған айттық қой, Сирия, Палестина, одан кейін жанындағы Иордания мемлекеттер бар ғой. Европаға жақын мемлекеттер, Турцияның бер жағындағы жанында мемлекеттер, бұлар Шам өлкелері. Ал мына жақ қарай Хорасан мемлекеттері бар. Мысалы, Иран, Ирак деген бұл не? Хорасан мемлекеттер. Ал оның ар жағында кімдер өмір сүреді енді? Мауараннахр, түрік тілдес халықтар өмір сүрген. Ирандықтардың ар жақ қарай уже түрік тілдес халықтар бар. Мысалы, біздің өмір сүретін аймақтарымызды Мауараннахр дейді. Мысалы, фиқ кітаптарында, шариғи дүниелерде Мауараннахр мемлекеттері деп атайды. Хорасан мемлекеттері бар, Шам өлкелері бар, мынау Араб жарым аралы бар, одан кейін ар жақ қарай уже византиялықтар бар деген сияқты. Шам өлкелері кімнің қолында дедік біз? Жаңағы христиандар мен яһудилердің қолында. Ол деген сөз ол жерде кәдімгі яһуди діні, христиан діні не қылған? Өте қатты белең алған, өз мемлекеттік дін болып қалыптасқан. Және сонымен бірге ол заманда бұзылып өлгірген, бірақ дегенмен арасында шынайы дінімен өмір сүретін кімдер де бар? Адамдар да бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 12 жасында аға көкесі Абу Талиб Шам өлкесіне қарай алып баратқан кезінде, Шам өлкесіне қарай мемлекеттерге кіре берісте бұл олардан алдын ұзақтан бір кісі көріп қалады оны. Бухайра деген кісі. Аты кім? Бухайра деген кісі бұл рахиб дейді. Бұл деген сөз не? Христиан дінінің ғалымы Бухайра деген кісі бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның керуенін ұзақтан көріп қалып, бұл керуеннің ішінде бір адамның бар екендігін біледі. Болашақ бір пайғамбардың бар екендігін біледі. Қаяқтан біледі оны? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кішкентай кезінен өте көптеген мұғжизалар болып отырған. Сол мұғжизалардың бірі әрдайым жоғарысында бұлт жүретін болған пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қай жерге барса да жоғарысында оған күн түсірместен ыстық күннен сақтап отыратын, ода не жүретін болған? Әрдайым төбесінде бұлт жүретін болған.